беретін болдық, сол істелмеді. Сонымен осы бір апта бұрын сол жерде мектептің кәсіпкерлік комитетінің төрағасы қойып еді маған, осы не болып талқы етті. Ол істеле ме, істелмейді ме? Bir сұрағым. Екінші сұрағым, бұл сұрақ демейді, сұрағым біздің өзі қалаптың жолымен қатынаймызға Ақкөлге шығатын. Сол жолымыз тозығы құрап кетті қазір, ямалар көбейіп, сол дер кезінде жамал саны үлкейіп кеңейіп кетпей тұрады деген ол енді сіздің сұрау ұсынысыңыз сізге. Жауап берсеңіз, енді жаңа Бостандық ауылдағы жаяу жүргіншілер жолағы бойынша былтыр мерекеде өздеріңіз ауылдардың сізге қай жерге жасайтын бәрі келіспейміз. Ол қайтадан келіп жасайды деп айта алмаймын. Бірақ енді жаңағы 3 жыл кепілдігі бар. Сол аясында, сол кепілдігінің аясында мына қазір асфальт зауыты қосылып отыр. Ол мәселені қосымша қарап көрейік. Ал енді жаңа екі ортадағы жолды ямшы ремонт етіліп басталды. Рахмет. Анада былтыр Нұрғұл Айтмашұлы өзі халықтың кездесуде көтерген осы сұрақты. Жар жерді қойып, сол кезде де Дархан мырза істеп береді, ол кісілердің өзінің уәдесі бар деп әлі істелмейді жоқ. Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Өтірігіміз боламыз. Осы мәселе бойынша шешім жобасы сіздерде бар. Алып қосалдарыңыз бар ма? Ең алып шешім бар. Жоқтар онда басқа мәселе жоқ болса, осы елу алты шешімнің бекіту туралы дауыс берулеріңізді қалыс жоқ, біреудің бекітілді. Құлтармен мәселеге қатысты менің өкіміммен уақытша комиссиялар құрылған, зерделеу жұмыстарын жүргізілді. Құлтармен үшінші мәселеге қатысты зерделеу қорытындысы бойынша анықталғанын таныстыру үшін бірінші топтың мүшесі Бектар Амаралиев қызметі. Ағымдағы жылдың 24 ақпанында Талас аудандық мәслихаттың төрағасының нөмірі 17 өкімімен кезекті сессияның күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша анықтама дайындау мақсатында мәслихаттың депутаттарына құрылған уақытша комиссия ауданға инвестиция тарту және кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы жұмыстар барысында бірқатар инвестициялық жобалардың нысандарын аралап кәсіпкерлермен кездесті. Бүгінгі таңда ауданда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны тұрақты өсуде. Жеке кәсіпкерлер мен шағын кәсіпорындар негізінен сауда, қызмет көрсету және ауыл шаруашылығы салаларында жұмыс атқаруда. 2025 жылдың қорытындысы бойынша аудан экономикасына тартылған инвестицияға байланысты өткен жылмен салыстырғанда өсім байқалады. Бұл аудан экономикасы үшін оң көрсеткіш. Индустриялық аймақты дамыту бағытында жұмыстары жүргізіліп жатқандығын көрдік. Қаратау қаласының маңында орналасқан индустриялық аймақта бірнеше ірі жобаны іске асыру жоспарланған. Жалпы айтқанда 2026-2029 жылдар аралығында 12 ірі инвестициялық жоба жоспарланып отыр. Жоспарлар іске асқан жағдайда 1300-ден астам жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсіпкерлікті қолдау жұмыстары да жүргізілуде. Ұлттық жоба шеңберінде 85 жобаға қаржылай қолдау көрсетілген. Ауыл аманаты және басқа да бағдарламалар арқылы ауыл тұрғындарының кәсіп бастауына мүмкіндік берілуде. Бұл жұмыстар аудан экономикасын дамытуға оң әсерін тигізеді деп санаймыз. Ауданда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау тетіктері арқылы табысты жолдар жүзеге асырылуда. Соның бірі мемлекеттік бағдарлама аясында жеңілдетілген несие алу
Заманауи талаптарға сай қоғамдық монша ашқан кәсіпкердің жобасы Нұр 88 атты нысан бүгінгі күнде аудан тұрғындарына сапалы қызмет көрсетіп, тұрақты табыс көзін қалыптастырып отыр. Кәсіпкер тұрғындарымызды жұмыспен қамтып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға өз үлесін қосып, уақытында салық төлеп, мемлекетке де қосымша табыс әкелуде. Сонымен қатар, өңірде өндіріс саласын дамытуға бағытталған игі бастамалар да қолға алынуда. Атап айтқанда, жаңа ғана Ринат Ертайұлы айтып өткендей, өз баяндамасында мемлекеттік қолдау арқылы Ақ Таза ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі Ақ Таза брендімен сублимацияланған сүт өнімдерін өндіру цехын ашуда. Жалпы жоба құны 850 миллион теңгені құрайды. Бұл жоба іске асқан жағдайда жергілікті ауыл шаруашылығы өндірісін өңдеу деңгейі артып, импортты алмастыруға, сондай-ақ аудан экономикасын дамытуға серпін береді деп күтуде. Құрметті әріптестер, зерделеу барысында бірқатар мәселелерде анықталды. Кейбір инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инфрақұрылым мәселелері толық шешілуі қажет етіледі. Сонымен қатар, индустриялық аймақтағы жобалардың нақты іске асыру үшін мемлекеттік қолдау көрсетіліп, жоспарланған инвестициялық жобалардың уақытылы іске асуын бақылау қажет. Аудан деңгейінде 2026-2029 жылдарға арналған инвестициялық жобалардың жол картасын әзірлеп, инвесторлармен кездесулер өткізу. Ашылатын кәсіпорындарға жергілікті тұрғындармен жұмыспен қамту мәселесі аясында меморандумдар жасау, кадрлар дайындау бағытында тиісті шаралар қабылдау. Шағын және орта бизнесті дамыту аясында ауылдық округтерде кәсіп ашу, кәсіпкерлігін дамытамын деушілерге жеңілдетілген несие, грант беру бағытында түсіндіру, қолдау жұмыстарын жандандыру. Инвестицияны тарту және шағын және орта бизнесті дамыту ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі драйвер болып табылады. Жоғарыда айтылған ұсыныстарды іске асыру ауданның экономикасының тұрақты өсуіне және халықтың әл-ауқатын арттыруға мүмкіндік береді. Шағын және орта бизнес бюджеттің кірісінің, халықтың табысының және әлеуметтік тұрақтылықтың басты тірегі. Сондықтан біз тек сандық көрсеткіштерге емес, сапалы, ұзақ мерзімді және бәсекеге қабілетті жобаларға басымдық беруіміз қажет. Алдағы кезеңде аудан экономикасының дамуы инвестициялық ахуалдың қолайлылығына, инфрақұрылымның дайындығына және кәсіпкерлерге көрсетілген нақты қолдауға тікелей байланысты. Енді қорыта айтсам, жалпы аудан экономикасын дамыту баршамыздың ортақ міндетіміз. Ауданымыздың инвестициялық әлеуеті жоғары деп есептеймін. Тиісті қолдау шаралары жүзеге асырылған жағдайда шағын және орта бизнесті дамыту арқылы экономиканың тұрақты өсуіне қол жеткіземіз деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Анықтама аяқталды. Сұрақ бар ма? Сұрақтар менде сұрақ бар. Жаңа айтып отырсыз, кәсіпкерлермен кездесуде осындай 88 салық төлейді. Салықты қалай? Хронотипражбен төлей ме? Қалай төлейді? Ол кісілер мысалы барған кезде кәсіп аппараты болу керек, кәсіп аппаратты чек беру керек. Қалай төлейді? Қанша пайыз болу? Ол зерделеу. Аудан мегабайты өтеді. Кәсіпкерлер негізінде Гүлмира Жарменқызы, аудандық салық басқармасы. өздеріңіз айтып отырғандай, бәрінде контрольный кассалық аппараттар сол кезде ол қазіргі таңда неге байланысты сотканың өзінде тіркеледі. Сол үшін олар сіздерге чекті соткамен-ақ беріп барлық бұрындағыдай дәуір мынандай аппарат болу емес. Шарт емес. Тиісті емес. Қолдарыңыздағы әрқайсының 203 деген программамен бекітілген, сонымен қазір барлығы тіркеледі. Ет қатысымен, кәсіпкерлікпен, барлықпен сот арқылы жұмыс істейді. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Микрофоныңызды өшірсеңізші.
Құрметті депутаттар, үшінші мәселе бұл бағанағы бірлескен сұрақ комиссияда Ринат Ертаевтың есеп берді, жазып жатыр. Иісі тарту шағын орта бизнес. Осы жерде 56-да 4-ші шешім жобасы бар сіздерде. Шешімді алып қойсаңдарыңыз бар ма? Жоқ болса, 56-да 4-ші шешім бекітілсін деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Депутаттар қарсы қалшы. Әсекер дауыс бердіңіздер? 56-да 4 шешім бекітілді. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі 4-ші мәселеге байланысты зерделеу қорытындысымен таныстыру үшін сөз 2-ші топтың жетекшісі уақытша комиссия төрағасы депутат Нұрсұлтан Жексенбекұлына берілді. Құрметті қатысушылар, аудан тұрғындарын коммуналдық қызмет ұсыну үшін және халыққа қызмет көрсету үшін ұйымдардың жұмысы туралы зерделеудің анықтамасы әріптестермен бірге баяндауға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылдың 24 ақпандағы қалалық мәслихатының төрағасының бөлімі 18-ші өкілінің кезекті сессияның күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша, яғни аудан тұрғындарына жоғарыда айтқан дайындау мақсатында мәслихаттың депутаттарынан құрылған уақытша комиссиясын аудандағы ұйымдардың басшыларымен кездесулер өткізіп, кейбір нысандарда зерделеу жұмыстары жүргізілді. Ауданда тұрғындардың коммуналдық қызметтерін қамтамасыз ету деңгейін жүргізілген зерделеу нәтижесі және ұйым басшыларының ұсыныстары негізінде бірқатар өзекті мәселелер анықталды. Атап айтқанда, ауыз су мен жылу қамтамасыз ету, күн қоқыстарды тазарту бағытында, жылумен қамтамасыз ету бағытында кәсіпорын тарапынан 2025-2026 жылғы жылыту маусымы қазандықтары мен жылу жүйелеріндегі ақаусыз жылу беру қызметі ұсынды. Әрине, 2024-2025 жылы мемлекеттен қазандықтарды жөндеуге және жылу жүйелері құрылғыларын жаңғыртуға қомақты қаржы бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Дегенмен, қалада жаңадан көпқабатты тұрғын үйлердің қосымша пайдалануға берілу жылу жүйелерінің қысымына кері әсер тигізуде. Атап айтқанда, 3-5 мектеп аудандарында жылу энергиясының қалыпты деңгейге жеткізу үшін Дінмұхамед Қонаев көшесінде орналасқан жылу бөлім торабының қуаттылығы 630-90 сорғы 2 дана қорабымен жабдықтау қажет. Бүгінгі күнге аталған торапта 320 миллиметр қуаттылықпен жұмыс жасайтын су сорғы тұр. Сол кезде су қысымы жоғары деңгейде жүйесіне әсер етуін болмайды. Кәсіпорынның басшысының тағы бір ұсынысы, соңғы жылдары пайдалануға берілген көпқабатты үйлердің ішкі жылу жүйелерінің градтық тәсілден басқа жүйеге ауысу туралы ұсынысы. Ол үшін тұрғындардың кездесулер өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаз мезгілінен бастап қамтамасыз қажет етеді. Кейбір көпқабатты үйлерде үй ағаларының жоқтығы, көп пәтерлі үйлерде меншік иелері бірлестіріп, пәтер иелерін бірлесіп, құрылымдықтарының ортақ меншік үлесін инженерлік желілер уақытылы жөнделмейтін жылу маусымына дайындықсыз кіретіні бәрімізге белгілі. Оны күз мезгілінде тұрғындармен өткізілген кездесулерде естіп біліп жүрміз. Сондықтан аудан әкімдігінің тиісті бөлімдері қала әкімімен бірлесіп үй ағаларын тағайындап, тұрғындармен жиналысты өткізіп, тұрғындарға өздерінің пәтерлерінің көпқабатты үйдің жер төлесін жауапты етуге түсіндіру қажет. Кәсіпорын тарапынан көпқабатты үйлердің жылыту элеваторына дейін жылытудың тұрақты берілуін жауапты екенін айтып келеміз. Алайда тұрғындар оны дұрыс түсінбейді. Соның салдарынан қыс мезгілінде мәселелер туындап жатады. Екінші кезекте тұрғындардың коммуналдық қызметтерге төлем ақыларының қарыздарын уақытылы төлеуін ақы жасамағандықтан мәжбүрлі түрде сотқа беру арқылы өндірілуде. Бұл мәселені де тұрғындарға түсіндіру қажет. Ұсынылған қызметке уақытылы төлем ақыны төлеу, ол тәртіп тұрғындарының соған бейімдеуіміз керек. Аудандағы электр жүйесімен қамту бойынша жаңа электр жүйесі
жауапкершілігі серіктестігінің тазалығының кредиттік жүйесі қызмет көрсетеді. Жалпы ұйымның техникалық базасы жасақталып, қызмет көрсету жүйесі тұрақты жүйеге қойылған. Сондай-ақ ауыз сумен қамтамасыз ету ауданында ауылдық округтерді ауыз сумен қамтамасыз ету қаласы тазасы көпсалалы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын аудандағы 10 ауылдық округтегі 18 елді мекенде ауыз сумен қамтамасыз етуге тоқтал, игілік және Қаратау ауылдық округтерінің нысандарын бөліп, аталған нысандардың құрылысы 2003-2010 жылдар аралығында, ауыз сумен 2011-2020 жылдар аралығында Ақбұлақ бағдарламалар аясында пайдалануға берілген. Сол себепті кейбір ауылдық округтерде су жүйесінің құбырлары ескірген, ауылдық ішкілік құдықтарының қақпақтары жоқ, трансформаторлар мен электр бағаналарының тозығы жел жаңбыр өндіруі өшеді. Барлық нысандарда резервтік насостар қажет. Әрине, бұл жұмыстарды кезең-кезеңмен қаржы бөліп ретке келтіру керек, өйткені су тіршілік көзі болғандықтан бір-екі күн ауыз су берілсе тұрғындардан наразы туындайтын бәріңізге айқын. Тазалықпен қамтамасыз ету бойынша Қаратау қаласының ішкі тазалық жұмыстарына жауапты қаласы таза су көпсалалы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның ағымдағы жылдан жауапты болып бекітілді. Қазіргі таңда қала ішіндегі қоқыстар күнделікті кестеге сәйкес тазаланып алынады. Жер үйлерде арнайы қоқыстар тастайтын орындар болмағандықтан қаршықпен жинап шығарады. Оған тұрғындар бірте-бірте бейімделіп келеді. Жалпы барлық тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Тиісті кәсіпорынмен келісімшартқа отыру керек. Кейбір жер үйлерде тұратын тұрғындар көпқабатты үйлердің ауласындағы күл қоқыстар алаңдарына немесе қаласына шығарып тастауға жіберген. Көпқабатты үйлердің ауласындағы күл қоқыс алаңдарын тұрғын үйлердің санына қарай күл қоқыс тастайтын контейнерлерді көбейту керек. Өйткені күл қоқыс сыймай сыртына шығып жейді күндері ауруханада басталды. Сонымен қатар тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу кейде жас балаларын күл қоқыс тастауға жібереді. Балалары арнайы контейнерге тастамай сыртынан лақтырып кетеді. Кәсіпорынның техникалық базасын күшейту қажет. Арнайы техникаларды лизингке болса да алып жұмысын бірте-бірте жандандыру керек. Өйткені бір-екі ескі техниканың бүкіл қалған іші тазалау мүмкін емес. Қала сыртындағы арнайы күл қоқысты тастайтын орынның полигонды ретке келтіру керек. Қоршаған оның биіктеп жаңалау керек. Баратын жолын жөндеу, электр желісін тарту қажет етеді. Орта келгенде коммуналдық қызмет көрсету нысандары стратегиялық маңызға ие және өңірлік қажеттілікке байланысты бірінші кезекте қызмет ұсыну үшін ұйымдар болғандықтан жауапкершіліктен қанат бірлесіп жұмыс атқару керек. Жоғарыда айтылған өзекті мәселе ұсыныс пікірлер негізінде тиісті шаралар қабылдап жоспарланып кезең-кезеңмен шешім тапқанын сенеміз. Рахмет, Нұрсұлтан Жексенбеков. Анықтамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Анықтамашы. Қойыңыз. Жалпы мынау сөзден сөз қуат дегендей ойдан ой мынау баяндамада негізгі полигон туралы күл қоқыс туралы қатты қалдықтар туралы айтылмайды. Ал негізгі комиссия осы комиссияның мүшесі қатысты аралап барды. 2023 жылы бағдарлама қабылданды. Осы қатты қалдықтарды полигонның жағдайын дұрыстау, қоршау, сұрыптау, бөлу деген мәселе. Одан бері 3 жыл өтті. Кеше біз барған кезде полигонда жағдай 23 жағдайдан өте төмен. Соның қоршау кеткен жоқ десе де болады. Бұл шығатын нәрсе, ал сұрыптау жұмыстары өздерінің үйінде жүріп жатқан жоқ. Сондықтан мынау осы күл қоқыспен айналысатын азаматқа сұрақ қойылды. Бұл полигон менің меншігімде емес, бұл игіліктің меншігінде де. Сонда енді жұмыстың көрініп тұр ғой, жол. Мен сұрақ қойын дегенде осы
мәселелер көп. Сол жерде жыл сайын 60 контейнерден қазақ ішіндегі қоқыс шығаратын жинайтын орындар қойылды. Бізде соңғы 3 жылда 60 контейнерден 180 жаңа контейнер болу керек. Біз аралау кезінде сол жаңа контейнерлерді көрмедік. Яғни бұл қағаз жүзінде ме деп ойлап қалдық. Сондықтан осы мәселеге Жақсы, доктор Лайфи. Бұл сұраққа енді уақытша қойған комиссияның төрағасы біздің әріптесіміз жауап бермейді. Ербол. Нақты айтыңызшы. Айтып тұрған мәселе дұрыс қой. Қазіргі таңда мониторинг игілік мекемесінің балансында алдыңғы аптада біз толығынан таза суға разрешение алдық антимониторинг. Енді қазір қаулыды уставты өзгеру бойынша енгіземіз, ұсыныс береміз. Содан кейін толық таза суға өтеді и инфрақұрылымдар жүргізіп, өздеріңіз көрген шығарсыздар барлық жерде. Арнайы вагончиктер қойдық, пресс установкасын қойдық. Енді жұмыстар басталды. Толық разрешение алмай жатыр. Сіз оған дейінгі атқарған сіздер жұмыс істедіңіздер сол полигонда 23-тен бері ешқандай жұмыс болған жоқ. Жоқ, бұл жерде сыртқа өзден сұрыптап, сыртқа таситын ол кезде. Басқа жаққа инфраструктура болмағаннан кейін. Жақсы. Контейнерлерді көбейту бойынша датаны туралы. Биыл жылда 3 теңгеге 60 контейнер сатып алдық. Қазір біз 35-ін жаңалап қойып қойдық, 25-ін біз скалтан тұр. Өткен жылы да алдыңғы жылда алынған, енді оның көбісі айыппұл тұрағында, жарамсыздарында тұратын көп болғанбыз. Жалпы жылда жаңалған жоқ. Анау көрініп тұрған суретте екеуі ескі, екеуі жаңалған. Жақсы, Нұрсұлтан Жесінбеков, сіз отыра беріңіз. Менде бір сұрақ бар, қала әкіміне жаңа айтып отырғандай, Дұхан айтып отырғандай. Мусорды жаңа балаларын жібереді, далаға тастап, негізі штаб салдырып керек те, қайнелер көбейту керек те. Сол жерде тазалық болатын сияқты. Әйтпесе, мүмкін емес пе ол? Кеше өзім субботник жасадым, ескіше микрорайонда. Өзіміздің жолымызға шақырып. Кешке қарай қайтадан мусор топтағым ғой. Тазалаған жеріміздің бәрі жерден шығып тұр. Сондықтан сол камера қою керек. Бұл енді проблема бар. Әсеме Брашина да жаңағы Докторбек Матвеевич айтып жатыр. Кеше мен көршіміз болған әріптеспіз ғой жаңағы. Сакен мырза Сарысу ауданының әкімі уайымдауға барып шыққасы келді. Сол жерде постты оқыдым мен, не көрді не жаздым. Ең соңында айтады, сол 19 миллион халық тұрады екен, таза ауылына 3 күн жүріп аузын аштым. Меніңше дейді, көзім жеткені, ол жинауда емес, соны мусорға апарып тастауда әр адамның жауапкершілігі деген сөз ғой, 19 миллион. Бізде енді үлкен мәселе, мен әріптестерім қозғап жатқан. Ауданның әкімі тарапынан сіздердің мекемеге қолдау толыққан болып жатыр. Әшейін іздеме аппаратында да, аудандық әкімнің өткізетін аппараттық кеңесінде де біз депутаттар жаңа контейнер басқа мәселелерге үнемі қолдау көрсетіп отырмыз. Бірақ сіздердің тараптан негізі қала әкімі екеуміздің тарапымыздан максимал жұмыс болды. Содан кейін біздің тарапымыздан қолдау болды. Тұрғындарға үнемі айту керек, әрине. Ол жаңа айтып отыр ғой, Әсеме Брашина. Тазаланып, кешке қайтадан толды. Енді ол мусорны контейнерге апарып тастаса, оған қуанымыз қайтады. Бірақ апармай жеткізбей лақтырып жатса, бұл мәселе. Келістік қой, сіздерде осы күндердегі мәселе бойынша 26-да 6-шы шешімнің жобасы бар, осы аларларыңыз бар ма? Мен соны сізге сөз берейін деп отырмын. Жоқ болса, шешімнің жобасын бекіту туралы ұсыныс бар, қолдап қарсы қалшы бір ауыздан 26-шы шешім бекітілді. Құрметті әріптестер, қазір бір сенетіледі оны жіберді, облыс әкімі төрағалығына өтетін Ринат Кертаевтың мақсаты сізге сөз беруге
сроки сессияны жабамыз. Бүгінгі сессияда біраз мәселелер қаралды, ауызсу мәселесі, жаңағы мәселесі, ол ауызсуда біздер қандай жасаймыз, есеп округінде су мәселесі, жаңағы қашқан мәселелері, оның бәріне қарастырып, сіздермен бірігіп, жобасын қарастырып, конкурда скважинасын қарастырып, скважинаның әдейі бір жыл бойы болдырдық, бейітті тексерейді. Өйткені оны ертең қарына қойып, бейіттің жетіп жатса, ол мәселелерді ертең өңдейді. Ал енді мусор бойынша бір мәселені қосып өтейін. Осы әлемнің астам жолдары жасылданудың уақыты болды. Олардың жұмысы олар, заят өткізілер, бағдарламалар өте жақсы. Лизингтің көлік салуы, алуменнен қалған тәрізден егжей жұмыс жасалынды. Тағы бір мәселе, енді оның айтқан кетуінің үшілі әртістеріміз бар, депутаттарымыз бар, бәріміз қоянып жұмыс жасалады. Енді интернет желісінде рейтинг шықты, біз аутсайдерді көріпсіз. Оны көрген шығарсыздар. Бірақ шығарған азаматтың өзін сөйлестім, жаңа Асқар Назарбаевды көрсетті. Бізде бір меже орындалған меже жоқ. Екі меже орындалған. Сондықтан ол рейтингтерге қатысуымыз қажет жоқ. Бәріміз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Сондықтан бәрімізге рахмет, рұқсат Сізде жұмысқа шығуыңызды аздаған демалыңыз бізде только удачи, фестивальға кірсеңіз қазір бір күн жабамыз. Бұнда плановый сессия ғой есеп. Да, құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың кезекті сессиясын қарауына ұсынылған мәселе толығымен талқыланды, шешімдер қабылданды. Сессия жұмысына қатысты пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар ма? Менде бір сұрақ бар. Сессияда емес, жаңағы күн тәртібіндегі мәселелер. Мысалы, инвесторлар тапсырылды ауданға, қалаға. Мен өткенде Қызылорда қаласына барып келдім, ары қарай ауыл мекендерді араладым, мен көрейін деп. Енді қаланың тазалығында ауыл мекендердің жол асфальттарының барлығын сұрадым, ауыл әкімдеріне кіріп, қалай болады деп. Инвесторлар тартып жатырмыз дейді, оларға кәдімгі демеушілік деп, мына көшенің несін асфальттап беріңіз деп, өтініш жасап жатырмыз деп. Қызылорда қаласының өзінде де сондай. Сондықтан Тоғашұлы, мен өткенде сізге депутаттық сауал бердім, мынау бізде бірақ колледж ғой мынау. Қаратау қаласындағы ескі бұрыннан бері келе жатқан колледждің мекеме басшысы жазыпты, депутат ретінде маған көмек көрсетуіңізді сұрайып, су жаңбыр жауған кезде асфальттың бәрі өшіп қалған, су жиналады, балалардың сабаққа келуіне қиындық береді. Сондықтан жаңағы қаржы бөліп жатырмыз ғой, автомобиль жолдарды орта шағында жөндеу туралы. Соған ықпал етсеңіз, бір кәсіпкерге беріп, осы мына кішкентай жер ғой, ал колледждің ондай үлкен жер емес. Квадрат метр жер, енді бізде өткенде 23 миллионның жұмысын 17 миллион ауыл бюджеті жасап, ол енді демеуші болмайды ғой. Себебі бөлімнің шарты 17 миллион тұрған адамға айтыңыз. Енді бізде жаңағы 15 көшені шығарайын деп отырмыз, 15 көшені шығарайын кезде сол кісілер айтады. Сіз айтып отырған мәселелерді көрдіңіз ғой. Жақсы, оны бұл жерге неге дұрыс обсуждение как-то ғой. Сондықтан былай етейік, күн тәртібінде барлық мәселе талқыланды. 26-шы сессияны жабық деп жариялаймын. Келіп қатысқандарыңызға рахмет. Бірақ Егеменнің аппарат басшысы Ғалымжан Есенәлиев сізге келесі плановый сессияны екі күн тұрақты комиссияға отырғызу. Екінші күн сессиясы. Біраз айтылатын мәселелер бар еді, жаңағы уақыттың тығыздығына байланысты жоқ. Немесе түске дейін тұрақты комиссияны қойыңыз, түстен кейін сессияны қойыңыз. Біз елдің мынау ауданнан шығып, солардың жағдайына қарай дейтін мәселені тоқтатып. Қажет адам тұрақты комиссияда келеді, сессияда келеді. Келмеймін деген кісілер
өздері жауап береді ғой. Сұрау болады. Сондықтан бәрі қатысқандарыңызға рахмет. Мәслихаттың депутаттары аппарат қаулыларын сұраймыз. Қалған істер мынау аппарат басшы жұмсай тізім берді. Бұл жерде бәріміз дұрыс. Себепті қатысушыларымызға болады. Мәслихат депутаттары